Саламатсыздар ма? Мен Жамбыл облысы Сарысу ауданы Өндіріс ауылы Жарылқасын Отарбаев атындағы орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Мырзахмет Балқия Серікбайқызы. Мен бүгін сіздерге 11 сыныптың қазақ әдебиеті пәнінен Мұхтар Шахановтың Танакөз поэмасы мен ғашықтық ғаламаты өлеңін ұсынбақпын. Сабағымыздың мақсаты Мұхтар Шахановтың шығармашылық өмір жолымен танысып, ғашықтық ғаламаты өлеңі мен Танакөз поэмасын туралы оқып білеміз. Ақынның шығармаларымен танысу арқылы дүниетанымымызды кеңейтіп, сөздік қорымызды байытамыз, ізденіс шығармашылық дағдыларын дамытамыз, тіл мәдениетімізді жетілдіреміз. Мұхтар Шаханов туралы айтқан ақындардың, ұлы ақын жазушылардың пікірлеріне тоқталатын болсақ, авар ақыны Расул Ғамзатов Мұхтар Шаханов өзінің адасқақ дүлей дәуірінің белсенді ар ожданы деген екен. Ал қырғыз жазушысы Шыңғыс Айтматов ол жаңаша ойлау дүниесінің өрені. Менің пайымдауымша, мұндай өзгеше мән мазмұнға ие ақын бүгінге дейін күллі Азия әдебиетінде болған жоқ деген. Белгілі жазушы Саттар Елубай Мұхаңды батыр ақын деп білемін десе, жазушы Дулат Исабеков поэзияның қас шебері, өмірдің қас батыры депті. Енді біз Мұхтар Шахановтың бірінші өмірімен, шығармашылығымен танысуымыз керек, және оны дәптерге жазып орындауымыз қажет деп білемін. Егер сіздер қажет деп білсеңіздер, дәптерге жазып алсаңыздар болады. Енді өмірі жайлы ақынның біз мына жерде білімлан арнайы оқушыларға арналған осы аудио сабағын, аудио кітабынан сіздерге мен тыңдатамын. Көрнекті ақын Мұхтар Шаханов 1942 жылы қазіргі оңтүстік Қазақстан облысының Отырар ауданында туған. Ақын оңтүстік Қазақстан жас алаш газеттерінде, Қазақстан телерадио хабарларын тарату жөніндегі мемлекеттік комитетте, Жалын журналында, Қазақстан жазушылар одағында түрлі жауапты қызметтер атқарған. 1993-2003 жылдары Қазақстан Республикасының Қырғыз Республикасындағы төтенше әрі өкілетті елшісі болды. Қазір Жалын журналының бас редакторы. Ақын бірнеше рет Қазақстан Республикасы парламент мәжілісінің депутаты болып сайланды. Қазақстанның халық жазушысы және Қырғыз Республикасының халық ақыны атанған Мұхтар Шаханов Қазақстан Республикасы мемлекеттік сыйлығының, Түрік Республикасының түрік дүниесіне қызметі үшін халықаралық сыйлығының және Қырғыз Республикасының руханият халықаралық сыйлығының, ЮНЕСКО-ның Борукер клубы сыйлығының, Біріккен ұлттар ұйымының қоршаған орта жөніндегі бағдарламасы сыйлығының, соңғы 10 жылдықтағы туындыларын ең көп адам оқитын ақын тәуелсіз сыйлығының иегері. Ақынға жазагер жады космоформуласы туындысы үшін халықаралық Калифорния ғылым, индустрия, білім және өнер академиясының Альберт Эйнштейн атындағы алтын медалі берілді. Ол 2002 жылы түркі тектес халықтар арасындағы ең үздік әлем ақыны атанды. Ақынның тұңғыш өлеңі Сырдария 1959 жылы, Бақыт атты алғашқы өлеңдер жинағы 1966 жылы жарияланды. Ақынның адам бойындағы адамгершілік ізгі қасиеттерді, махаббатты, достықты, адалдықты жырлаған балладалар, қырандар төбеге қонбайды, махаббатты қорғау, ғасырларды безбендеу өлеңдер жинақтары, Танакөз, күре тамырды іздеу, сенім патшалығы, Нарынғұм завалы тағы басқа поэмалары, жазагер жады космоформуласы атты өлеңмен жазылған романы, тіл, ұлттық рух, космополиттік ағым төңірегіндегі жазылған бірнеше эссе поэмалар енген тілсіздендіру анатомиясы атты кітабы жарық көрді. Ол
халық сүйіп тыңдайтын бірнеше танымал әндердің авторы. Адамзатты сан ғасырлар бойы толғандырған мәңгілік мәселелерді, рухани құндылықтарды ақындық қуатымен тынбай жырлаған Мұхтар Шаханов шығармаларында терең философиялық таным, өршілдік, нәзік лирикалық әуен жымдаса өріледі. Ақын өркениеттің адасуы романында қазіргі қоғамдағы рухани құлдыраудың нәтижесінде пайда болған жарты адамдар мәселесін көтереді. Рухсыз білімнің зиянды екенін, имандылық, рухани адамгершілік қасиеттерге жете көңіл бөлінбесе, адамзат тұйыққа тірелетінін ашына жазады. Міне, шығармашылық өмір жолымен таныстық, аудио нұсқадан тыңдадық, және мынау өздеріңіз көріп отырғандай, алдарыңызда оның ақынның қандай жыр жинақтары бар, қайда қызмет істеді, сол жөнінде ақпарат берілген, таныссаңыздар болады, қажетін түртіп алып отырсаңыздар, дәптерлеріңізге қажет деп білсеңіздер, жазып алуға да болады. Әдеби еңбектері, мына қай жылдары, қандай шығармалары жарияланды, қандай әндері жұртшылыққа кеңінен таныс екендігі жайлы мәлімет берілген. Және мынау бірнеше әндердің авторы екендігі және қаншама тілдерге аударылғаны шығармаларының сол туралы ақпарат. Енді шетелдегі танымалдығы жөнінде қандай мәлімет бар екен танысып өтейік, өздеріңіз оқып алуға болады. Қаншама марапаттарға ие болғандығы жайлы жақсы мәліметтер берілген. Енді сіздерге бүгінгі сабағымыздың біз осы ұлы достықтың аралы туралы жазылған Танакөз поэмасы туралы біз мынау Білімланд сайтынан алынған аудио нұсқамен таныссақ, және осы туралы сіздер содан кейін тапсырмалар орындайтын боласыздар. Танакөз. Ізгілікпен зеттің байлауында, мамағаздар самғайтын қойнауында, достық атты қазына аралы бар сонау мақсат тауының жайлауында. Жұрттың бәрі баруға құштар оған, құштар бол деп, тіпті ешкім қыстамаған. Өзін мәңгі бақытты санайды екен сол аралдан оталып ұшқан адам. Шаттық сай болса да тал бойына, бұлбұл қонып жатса да таңдайына, ол аралды көруді көп адамның қатал тағдыр жазбапты маңдайына. Бірін-бірі күндеумен жылан қарға, үні шықпай жатады бірән қарда, онда жалғыз деген сөз атымен жоқ, жекелер ашпайды қырандарда. Нар талабын салса да қандай жолға, тілектес дос пейілдер самғайды алға. Жүрмейді онда сатқындар, саудагерлер, опасыздар, отсыздар болмайды онда. Асау жылдар толқынын кешкінмейді, сенім заңы оларда ескірмейді. Соқпайды онда самалы пенделіктің, тиындардың сыңғыры естілмейді. Алда теңіз, арқада дала барда, талабымыз табанды болала ма? Биік ұстап бірліктің әк желкенін бізде жүзіп барамыз сол аралға. Намысыңның көйлегін сиялатсаң, сияғатар оғыңды ұяғатсаң, екеумізді қираймыз жүрегіңе, егер титтей жалғандық ұялатсаң, ізгілікпен зеттің байлауында, мамағаздар самғайтын қойнауында, достық атты қазына аралы бар, сонау мақсат тауының жайлауында. Алаулаймыз шығыстың ақ таңындай, кезіміз жоқ жататын ақтарылмай, сол аралға арман не жетіп өлсек, тек жете алмай қайтудан сақта Құдай. Міне поэмадан үзінді тыңдадыңыздар. Енді осы жөнінде сіздер достықты қалай түсінесіздер, өз ойларыңызды
мақал мәтелдерді, естеріңізге түскен қанатты сөздерді дәптерлеріңізге жазып орындасаңыздар болады. Танакөз поэмасының шығу тарихы жөнінде ақын былай дейді: өмірден алынған, достарымен арада болған жағдайдан алынған, Танакөз лирикалық толғамға құрылған. Оны 6 күнде жаздым. Шерхан Мұртазаның азаматтығы газетке беріп жіберді дейді. Аяғы әлі жазылған жоқ еді. Соңын таңертең кетіп бара жатып, орталық комитеттің алдында отырып жаздым. Сөйтіп, ойда жоқта шығарма туып қалатын деп өзінің мәдениет телеарнасының кітапхана бағдарламасына берген сұхбатынан алынған. Ал және біздің бүгінгі өтетін өлеңіміз, ғашықтық аламат өлеңінің шығу тарихына да тоқтала кетейік. Ол былай деп естелік қалдырған екен: менің Қалекеш Қараулов деген құрылысшы досым болды. Брежневтің шатып-бұтып тілін бұрап сөйлегенін, роза бағланның қазақша, орысша араластырып ардың-гүрдің әңгімесін қозғайтынын, Брежневке арнап 73 рет қол шапалақтаған 3000 адамдық Ленин сарайындағы кешті ашарда Қонаевтың бас хатшыға арнаған құттықтау сөзін және менің қолымды жөнді-жөнсіз қайта-қайта сермеп өлең оқитынымды салғанда, тыңдарман жұрт күлкіден жарылып кете жаздайтын. Поэзия жанкүйерінің едәуір бөлігін жатқа айтатын менің ғашықтық аламатты атты Естай мен Қорланның қасіретті махаббатын жырлайтын шағын поэманың оқиғасында менің тұңғыш рет сол Қалекеш пен Қорланның аузынан естіп, поэзияға айналдырып едім деп естелігінде жазған екен. Ендеше осы өлеңнің нұсқасын тыңдасақ. Атақты Қорлан әнінің авторы Естай ақын 72-ге келіп, тіршілікпен қоштасар шағында аласұрып, жандосы Нұрлыбекті іздепті. 2 күндік қашық жерде тұратын Нұрлыбек аттан құлап, аяғын сындырып алғанына қарамастан, арбаға жамбастай жатып, досына жеткен екен. Сонда Естай әбден жұқарып тозуға айналған сұқ саусағындағы жүзігін көрсетіп, сүйегіме кіретін қарттарға ескерт, мына жүзікті жарты ғасыр қолымнан тастамай келгенімді білесің. Ендеше қалған ғасырларды да саусағымда жарқырап жатсын. Ұлы сезімін кішкене жүзігіне сыйдырған қайран, қорланамай деп ағыл тегіл жылапты. Бірде Евгений Евтушенконың үйінде шетелдік достармен болған басқосуда мен осы оқиғаны әңгімеледім. Кенет итальян мүсіншісі орнынан тұрды да, мұнда сүйгеніне қосыла алмаған Естай ақынның сағынышы мен зары ғана емес, бүкіл бір ұлттың махаббатқа деген мінезі мен ерлігі жатыр екен. Осы Естай мен Қорланды туған халықтың денсаулығы үшін тост көтеруді ұсынамын деді. Сол сәтте төбем көкке екі ел ақ жетпей тұрды. Қартаң әйел жұмысыма іздеп келіп жылады. Жалғыз қызым бар еді айнам, тірлігімнің шынары. Еркелеттім, өмірімді желкелеттім жолына. Тек сол гүлдеп толыссын деп, тек сол кейсін сол ішсін деп, ештеңен аяғам жоқ, бәрін бердім қолына. Қызым сұлу ой түзеді жайдары, ой түзеді көз жауына қызғалдақтай майдағы. Алды болды құрбысының бір өскен, үмітіме бақ пен қайғы қалай қатармын кескен. Бекер. Жақсы балалар, енді біз бұл өлең жалпы ақынның шығармаларында бар, соған байланысты енді сіздерге мен тапсырма орындатсақ. Яғни Вен диаграммасы арқылы Танакөз поэмасы мен ғашықтық аламаты өлеңін салыстырып, сіздер дәптерге жазсаңыздар және содан кейін өз жұмыстарыңызды тексерсеңіздер болады. Міне өз жұмысымызды тексереміз. Өз жазғандарыңызбен. Тексеріп болсақ, бүгінгі сабағымызды біз мынадай сұрақтармен аяқтаймыз. Осы сұрақтар арқылы сіздер ойланып, өздеріңіз өйткені
эссе жазасыздар осы достық тақырыбында. Және де мынау бүгінгі сабағымда мен өзіңе мінез көркі рухы сай адал жар табу қашанда ер жігіттің басты арманы болып келеді және бола да бермек. Шындап сүйе білу қашанда зор талант. Достық жоғалған жерде қоғам, махаббат жоғалған жерде ұрпақ азады депті Мұхаммед пайғамбар. Ендеше біз сабағымызды осымен аяқтадық.